Саламатсыздар ма оқушылар, біз бүгін сендермен ақпаратты беру, ақпараттың түрлері, практикум, яғни осы тақырыптарды қамтитын практикалық тапсырмаларды орындаймыз. Яғни бұл сабақта өтпес бұрын, тапсырмаларды орындамас бұрын, біз алдыңғы сабақтарға қысқаша түрде шолу жүргізуіміз керек. Себебі берілетін тапсырмалар мен сұрақтар осы алдыңғы сабақтарды толық қамтиды. Яғни біз алдыңғы сабақтарда ақпарат дегеніміз не, ақпарат қалай беріледі, ақпаратты қалай қабылдаймыз, өңделу дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталып өткен болатынбыз. Яғни ақпарат ол қоршаған ортадағы өзгерістер, біз әртүрлі оның терезеден далаға қарау арқылы біз даланың қандай екенін, ауа райының қандай екенін туралы ақпаратты көзбен көру арқылы ала аламыз. Олай болса, біз мынау негізгі 3 сұраққа жауап беріп өтейік. Ақпарат қалай беріледі дейді. Ақпарат бізге жазбаша, ауызша және қимыл қозғалыс түрінде беріледі. Ақпаратты қалай қабылдаймыз? Біз ақпаратты көру, есту, иіскеу, дәм тату, сипап сезу арқылы қабылдаймыз. Және де өңделу дегеніміз не дейді? Өңделу дегеніміз ол ақпараттың өзгеруі, оның өңделуі деп аталады. Мысалы, біреуден жеткен бір ақпарат көзінен алған өзіміздің ақпаратымызды басқаша түрде жеткізу үшін біз оны өңдейміз. Әртүрлі ақпараттар қосуымызға болады. Тағы да сол секілді, егер де ақпарат өзгеріске ұшырайтын болса, онда ол өңделу деп аталады. Яғни ақпаратты біз қайдан аламыз? Ақпараттың көздері бізде мыналар болып табылады. Қоршаған орта, кітаптар, газет, журналдар, интернет. Көбінесе ақпараттың көздері осы болып табылады. Қоршаған ортада әртүрлі өзгерістер мен құбылыстарды бақылай отырып, біз ақпаратты аламыз. Кітаптардан оқи отыра аламыз. Газет, журналдардан әртүрлі бейнелерді, суреттерді көріп, оқып, жазбаша түрде ала аламыз. Интернеттен білеміз, әлемдік ақпараттарды ала алады екенбіз. Ақпараттың арналары дейді. Ақпараттың арналары негізінен 2 түрге бөлінеді. Біріншісі биологиялық, екіншісі техникалық. Яғни биологиялық дегеніміз ол өзіміздің мүшелеріміз, құлақ, көз, мұрын, дәм сезу, сипап сезу мүшелері арқылы, көз арқылы көріп ақпарат аламыз, құлақ арқылы естіп, мұрын арқылы иіс, тіл арқылы дәм сезу, сипап сезу арқылы біз ыстық не суық екенін біле аламыз. Сол арқылы ақпарат алып, сол арқылы басқа адамдарға жеткізе аламыз. Ал техникалық ол бізде теледидар, компьютер, телефондар арқылы біз ақпаратты аламыз. Мына жерде мысал келтіріліп тұр, мұғалімнің оқушыға беріп жатқан ақпарат. Мұғалім сабақ түсіндірсе, біз ол ақпаратты көзбен көріп, құлақпен естиміз. Яғни тақтаға қарап отырып көреміз, және де мұғалімнің айтқан, тақтада жоқ заттардың айтқанын біз құлақпен естіп ақпаратымызды ала аламыз. Негізінен ақпарат тасымалдауға 2 жақ қатысады. Біріншісі ол ақпарат беруші, екінші ақпарат қабылдаушы. Мысал ретінде мұғалім мен оқушыларды алдық. Бұл жерде мұғалім ақпарат беруші, ал оқушылар ақпарат қабылдаушы. Жеткізу арналары деген болады. Жеткізу арналары негізінен кітап болуы мүмкін, және де мына жерде тақта көрсетіліп тұр. Тақта арқылы оқушыларға жаңа ақпаратты ұстаз түсіндіріп тұр. Яғни 2 жақ қатысады. Естерінде болсын, ақпарат беруші мен ақпарат қабылдаушы. Ақпараттың берілу тәсілі бойынша мынандай түрлері бар. Біріншісі мәтіндік, екіншісі сандық, үшіншісі графикалық, 4 дыбыстық және видео. Түсінікті шығар бұлай. Енді бүгінгі негізгі өтетін тақырып бұл практикалық тапсырмалар. Осы алдыңғы тақырыптарды қамти отырып, бірінші тапсырманы түсіндіріп кетейін. Бірінші тапсырмада бос орынға жазуымыз керек. Біріншісі бізде ақпарат арналары көрсетілген. Ол бізде интернет деп алайық. Екіншісі ұстаз, оқушылар, үшіншісі почтальон, төртіншісі бізде балалар, бесіншісі хор айтып тұрған солисттер демес па, не деп айтады, яғни әншілер. Енді біріншісінде бізде ақпарат қабылдаушы кім? Ақпарат қабылдаушы ол, яғни кім болып табылады екен? Адам, интернеттен қабылдайды. Адам ақпарат беруші бізде интернет. Екіншісі
үшіншісі кім, төртіншісі, бесіншісі сол секілді кете береді. Б деңгейіндегі бірінші тапсырманы түсіндіріп өтейін. Ақпараттар бізде мәтіндік ақпарат арнайы символдар арқылы немесе әр елдер алфавитінде берілген ақпарат дейді. Екінші торкөз бос бізде қандай ақпарат түріне жатады? Бұл яғни мәтіндік ақпарат түріне жатады. Мысал келтір дейді. Тағында осындай мәтіндік ақпарат түріне бір мысал келтіреміз. Екінші ақпарат қандай түрге жатады, үшіншісі қандай түрге жатады, әрі қарай кете береміз. Енді С деңгейінде ежелгі заманда ақпараттың қандай түрлері өзекті болған дейді. Не себепті дейді. Яғни ежелгі заман ол бізде бұрынғы замандарды алуымызға болады. Яғни мысалы ежелгі заманға тас ғасырын аламыз, немесе бері қарата алуымызға болады. Тас ғасырын алатын болсақ, ол кезде жазып сызатын, жазатын құрал жабдықтар болған жоқ, парақтар бола қойған жоқ. Енді естеріңе түсіріп ойланып көріңдер, яғни қай түрі өзекті болған, соған галочка қойып себебін жазыңдар. С деңгейінің екінші тапсырмасы: сен күнделікті өмірде ақпаратты қалай қабылдайсың? Ақпарат беруші кімдер және нелер? Өзің зерттеу жасап кестені толтыр дейді. Мына жерге өзіңнің қалағаның бойынша сен не арқылы көбінесе ақпаратты көп аласың? Проценттік көрсеткіш бойынша белгілейміз. Мысалы есту арқылы, мысалы мен 20% ғана аламын, көбінесе көру арқылы алатын болсам, общий 100% деп аламыз. Содан кейін сол 100%-ді әр сезім мүшелеріне бөліп береміз. Яғни қайсысы сенде ең маңызды, соған көбірек береміз. Ақпарат арнасы не екенін жазып кетіңдер. Ақпараттың қандай қасиеттері бар дейді. Мысал келтіре отырып, кітаптан қарай отырып, қасиеттерін жазамыз. Төртінші, теледидар немесе радио ақпарат алушыға жата ма, әлде ақпарат берушіге жата ма? Пікіріңді дәлелде дейді. Яғни ол ауызша, оған назар аудармай қойыңдар. Главное бізде А, Б, С деңгейі, С деңгейінің 2 тапсырмасымен, яғни 5 тапсырманы орындап, маған жіберсеңдер болады.